Жуаным деші жайығым, ғасықсың дене жастанса, туған жер қайдан жайығым, жасудан басталса деп, Жерлес ақынымыз Жуамолдағали жырлағандай бүгінгі күні жас ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеу мақсатында ақынның 100 жылдығына орай тәжірибе алмасу мақсатында ақынның туған еліне жол жүріп баратырмыз. Жолымыз болсын. Жүрегімде таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып. Жүрегім бар, таусылмайтын сәндері, жүрегім сені мақтап етемін. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жүрегімде таныстым мың тіліммен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен тінтірілген. Мен қазақпын, ажалсыз анаммен, құрсағыма сыйдырам даланымен, пәк сәбимін бесікте өлдеген, дәуірлермен құрдаспын данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сынға сықпын, жүрегі бар кеудемде шыңға шықпын, жанартаудай жойқынмын жұлқынғанда, шарықтасам қырам боп шыңға шықтым. Мен тудым, жоқ сірә мен, қара күл, кімнен тудым? Руым көп, солардың аттарындай, мінезім бар, таулардың қатпарындай, ән жырым бар, бабалар хаттарындай, әжімім бар, бейнеттің таптарындай. Қаза тапқан солдаттай ізгөлімнен, қалаларда өтіпті түз белінен, қаңқалары табылып жатыр қазір, соғыстар мен жорықтар іздерінен. О замандас соларға бір қараңыз, әр кірпіші әр тасы бір қораңыз, өлгендерді тірілтіп, өмірлетіп, өшкендерді табатын бір ғана біз, мирасы да, мұрада, азбасу да, алынбайды алтындай қазбаса да. Тереңім көп, тұңғиық, тарихым көп, жылдар көшіп томдап жазбаса да. Жазалмадым, қайтейін, хат білмедім, білдім бірақ найзамен аттың белін. Ат үстінде ұмыттым кедейлікті, ат үстінде өлсем де шатпын дедім. Жетпеген жоқ ғылымға зеректігім, сезбеген де емеспін керектігін. Қала бердім жарыққа жол табалмай, қараңғыға тас батып ерекпінім. Кейін білдім жердің де шар екенін, өз өлшемі, өз шегі бар екенін. Көк өгіздеп көтеріп тұрған соны ысырап боп жүріпті, бәрекелдім. Ұзақ ұйықтап тұмса түз бесігінде, естімеппін Архимед есімін де, жерді үйру қиялы бұлай тұрсын, жемісі де тимепті несібеме. Танытпады надандық Сократты, Гомерді де көп ғасыр тоқыратты. Көзім басыр болса да ойым көргіш, мен де ақынем өзіңдей сол бір қартты. Келсейші ғой далама бұрын олар, Коперниктер, Джордан Брунолар. Қапы кетті қаншама ол қыздарым, бағы жанса солардың бірі болар. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жөргегімде таныстым мың тіліммен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Жоқ, ондай ел болмайды жер бетінде. Мал соңына құл емей желдейтінне, мен Шыңғыс хан атыңды өшіремін, менмін сені тірідей жерлейтінде. Екі айтпайды хан тақсыр, бір кеседі, от көссе де қолымен бір көседі. Қылшына ілініп қылша басым, әр шапқыншы қолымен бір кесегі. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жөргегімде таныстым мың түрлінмен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Қашан қазақ боламын мен адамзат, әлі күнге білмейді еш адамзат. Есім берді қазақтың баласы деп, құлпытасты шықыған кей адамзат. Өзі шешер тарих талас үшін, әйтеуір мен қазақтың баласымын. Екеу емес адамзат біреу ғана,
ақыры жоқ ақпенен қарасының. Мал айрылды дағдылы жайлауынан, жер айрылды жарлы елден байлауылдан, қыран бүркіт адасты мекенінен, қыз жаңылды сертті сөз байлауынан. Сарыарқада сарнады асан қайғы, домбырадан бақсыдай баса алмады, о қарт бабам еңсеңді көтер дедім, көп күрсінсең көңіл де қасаңдайды. Ару жолда, мал терде, бала белде, уайым түбі теңіз ғой бара берме, жігер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат күйі боп төгіл қалар елге. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жүргегімде таныстым мың тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен бұл кезде шоқанмын, абайлармын, оң солымды туды енді абайлар күн, ұят қандай дауысы, даламды дауыстары, кім жазықты дегенде талайлардың. Мен өзгердім, көп жітті, көз құлағым, бөгде жайларды сөз қыламын, қилы ертегі шертеді тамыр орыс, қанжарының бір сипап, жез қынабын. Жайып салдым сырымды дос алдына, от басында өрісте қос алдында, жан жүрегі көзінен көрінетін қазақ дедім отырған ос алдымда. Келгенім жоқ дүниеге кемді күнмен, күн болмаса алар ем емді кімнен, хауанадай көңілшек тізден тудым, сүйем оның қиялдай кеңдігінмен, жарқын жалпақ жайбасар керіктігін, табиғатын десем де еріктімін, сүйем оның самалтаң салқын кешін, сыр көрімдей түннің беріктігін. Келбетім бар шой қара қыздарындай, жаралғандай ызадан ызбарлыда, досыма көр жауға шөл мінезімдей, аптап шілде ақ боран мұз қарыда. Құшақтасам сүйегім сынды деме, сүйе қалсам тынысым тынды деме, жылай қалсам жұбатып мұнды деме, сақ-сақ күлсем секіріп жынды деме. Құс үшінде ұнайды қыран маған, көрт құлаймын құласам бір андаман, іште сүйем сүйсем мен іспен сүйем, көлгірсімен көзінше ұрандаман. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жүргегімде таныстым мың тіліммен, жылағанда жүрегім түн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн тірілген. Дүбір дала дыбысшыл, дабырашыл, ат бәйгеге қосқандай ауылдасыр, көп күркіреп жалт ойнап жетті түзге, 20-шы жас ғасыр дауыл ғасыр, миллиондардың үнінде жарқыраған, тарап жатыр әлемге жан жырындай, қапырықта қаһарлы 5-ші жыл төгіп жатыр жаздың ақ жаңбырындай. Құрметті Жуан орталығының ұжымы, сіздерді осы рухани орталықтың ашылуымен шын жүректен құттықтаймыз. Мен қазақпын, өз халқымды мақтан етемін. Маған оның көп қатпарлы тарихы қымбат, ал оның бүгінгі тарихы одан да қымбат деп, Ағи ақын Жуан Молдағалиев өзінің жүрек жарты сөзін туған халқына арнаған еді. Жұмыстарыңызға сәттілік, еліміздің көркейіп гүлденуіне өз үлестеріңізді қоса білулеріңізге, Жуандай өршіл, айбатты ұл-қыздарыңыздың көбеюіне тілектеспіз. Құрметпен дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы номер 11-ші облыстық мамандандырылған мектеп-интернат ұжымы. Қонаққа дейміз, сол жаңағы қызымыздың өлеңі, сосын ескерткіш болсын, сосын алдарыңызда Сәкен мектебі кітабы. Мына Сәкен мектебі кітабын Өзілдік апай өзі білетін бар. Бұл кітапта біздің мектептің тарихы жазылған. Сондықтан осы сіздің жаңағы алғашқы қонағыңыз болып келіп отырмыз ғой. Келіннің бетін кім ашса сол ыстық дейді. Бізге жаңағы осы келген кезде енді сіздер ыстықсыздар. Біз бірінші рет келіп отырған қонақпыз. Құтты қонақ болайық. Мынау рухани орталықтарымыз әлде де халыққа қызмет көрсете берсін, әлде де ойларыңыз толастамай жаңағы шығармашылықта жұмыс жасай берейік. Қазір балаларыңызда жаздық ішіне. Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға қайырлы күн. Бізге осындай құрмет көрсетіп қарсы алғандарыңызға ризамын. Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Жұбанның еліне келіп тұрып жыр арнамасам ұят болар деп сиясы кетпеген жырымдарын ай. Артық кем жер болса кешіріп қоярсыздар. Осындай ақын ағалардың алдында өлең оқу мен үшін өте бір ғанибет. Қазақтың жұбаны. Жұбаным жыр дүлділі қазағымның. Өзгелерден ерекше дара үнің, сыр жасырың жатырау үнсіз ғана,
сезілместен ішіңде жанарыңның, аса терең жырларыңның әр жолы, сіз біп сөйлеп тұратындай барлығы, жыр қыраны атанып ең әуелден, баға жетпес қазағымның байлығы. Қазақпын деп батылдықпен айталған, сол заманда баға жетпес қаһарман, 100 жыл толды жұбанына алаштың, Төлеп елдің оралатты шаһардан. Ес қалуға мектебінен сәкеннің, топырағына өскен бала кезіңнен, жырымды да арнап сізге әкелдім, баталсам деп жұбан ақын өзіңнен. Жүректерде сақталасын әрдайым, жайнап тұрса төбемізде азат күн, болмысымен жарқырайтын әрдайым, оралдың емес, жұбанысың қазақтың. Міне біз Жуан еліне келдік. Жуан елі бізді өте жақсы қарсы аудан әкімінің орынбасары, аудандық білім бөлімінің бастығы, Жуан орталығының қызметкерлері, ақын, жергілікті ақындармен біздер өте күшті кездесу ұйымдастырдық. Біз ойлағаннан да көңіліміз қуанышта кетіп жатырмыз. Қазіргі жағдайда біз өте толқу сәтінің үстінде тұрмыз. Өйткені біз ең бірінші Жуан орталығы ашылғанда ең бірінші келген қонақ екенбіз. Енді біз елімізге қайтып бара жатырмыз. Біздің алып бара жатқан әсеріміз өте мықты. Алдағы уақытта да келіп тұрыңыздар, қатынасты үзбейік. Оралдың атақты 11-ші Сәкен Сейфуллин атындағы атақты мектептің ұжымына келгенде біз де қуаныштымыз. Алдағы уақытта ара қатынасымыз, әдеби, мәдени, рухани байланысымыз үзілмейді деп сенеміз. Жатқанда жолдарыңыз болсын. Көп рахмет.